Ер адамның мықтылығы дейді, ашу келген кезде сабыр ұстаумен дейді, қараңыздар. Еркектің мықтылығы дүниемен емес дейді. Еркектің мықтылығы мансаппен емес дейді. Еркектің мықтылығы немен дейді? Көркем мінезділікпен ұстай алатын сабырда дейді. Еркек сол кезде мықты болады екен. Быж дей беретін еркектің қадір қасиеті болмайды ешқашан. Енді әйел адам ол табиғаты сондай болуы мүмкін. Ер адам әр нәрсеге быжылдай берсе, оның несі қалмайды? Қадір қасиеті қалмайды. Семьясында да, қоғамда да мықты болу керек, сабырлы болу керек. Жаңағыдай суыт хабарларды естіген кезде дұрыс қабылдай білу керек ер адам. Еркек болып қабылдау керек. Міне сол ер адам жақсы қабылдаса, оның соңы не болады дейді? Тәтті болады дейді. Лейса шадиду бис-сараа дейді. Біреуді күресте алып жерге ұрған, жоқ, ол мықты емес дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Негізгі мықты кісілер дейді, ашу келген кезде ұстап қалған кісілер дейді. Тренировка жасаған адамның кез келген чемпион болуы мүмкін, бірақ тренировка жасағанның барлығы ашу келген кезде ұстап қалуы мүмкін емес дейді. Демек сабыр деген қасиет адамның бойына енетін болса, Алла оған ұлы сауапты береді дейді. Өйткені Алла Құранда айтты, ақиқатында сабыр сақтаған кісілердің сыйы есептелінбей беріледі деп айтты. Яғни оны ешкім есептей алмайды дейді, ана қараңыздар.